Қайырлы күн оқушылар, қалайсыңдар? Бүгін сендермен біз примерно айтқанда 70-80 сұрақты талдайтын боламыз. Өте ауқымды видео шығайын деп тұр. Осыған дейінгі түсірген видеоларымның ішіндегі ең ауқымдысы болайын деп тұр. Бізбен бірге болыңыздар. Видео ұнайтын болса, достарыңызға да жіберіп бөлісіп қойсаңыздар болады. Бізбен бірге ұбт-ға дайындалғыңыз келсе, biobos.kz-ге тіркеліп қойсаңыздар болады. YouTube арнамызға және де Инстаграмымызға тіркелсеңіздер болады. Біз онда бастаймыз. Біздің бірінші сұрағымыз: ауыл шаруашылығы өсімдіктерін қорғау үшін қолданылатын арнайы жасалған химиялық заттар. А. Ферменттер, Б. Глицеридтер, С. Пестицидтер, Д. Гормондар, Е. Антибиотиктер. Бұның жауабы пестицидтер болып табылады. Кеттік, біз екінші сұрағымызға өтейік. Бізде уақыт аз. Жасуша қабырғасының қалыңдығы әркелкі әрі тірі жасушалардан құралған механикалық ұлпа. Тонопласт, паренхима, калинхима, скреренхима, ксилема. Бұл жауап бізде егер жасуша қабырғалары әркелкі тірі жасушалар дейтін болса, калинхима деп белгілейміз, ұмытпаңыздар. Бүйректің ең кіші құрылымдық бірлігі. Бүйректің ең кіші құрылымдық бірлігі қалай аталады? Тостағанша, емізікше, астауша, нефрон, пирамида. Біздің дұрыс жауабымыз нефрон болып табылады. Кеттік. Жұлынның белсүйгіс көз өрімнен шығатын жүйкелер басқаратын іс-әрекет. Иықтың көтерілуін, қол-аяқ бұлшық еттері, қарынның көтерілуі, мойынның бұрылуы, аяқ бұлшық еттері. Жұлынның белсүйгіс көз өрімнен шығатын жүйкелер басқаратын іс-әрекет ол аяқ бұлшық еттері болып табылады. Кеттік. Бізде шаяндардың аналықтары уылдырық салып жетілдіретін орны. Кірпікшелер жалған аяқтары, бір жұп қысқыш, екі жұп қысқыш, құрсақ аяқтары. Бұның жауабы бізде құрсақ аяқтары болып табылады. Кеттік. Келесі Карл Линнейдің еңбегі. Карл Линнейдің еңбегі кезіндегі ұбт-да келіп жатқан, бірақ дәл қазір келіп жатыр ма, келмей жатыр ма, ол жағын нақты білмеймін. Сонда да қарастырып кетейік. Бізде омыртқасыздардың түрлерін жіктеді, қазіргі эволюцияның негізін қалады, бинарлы номенклатураны пайдаланды, алғашқы эволюцияның негізін қалады, омыртқалыларды типтерге жіктеді. Омыртқалыларды омыртқалы және омыртқасыз деп бөлген бізде Жан-Батист Ламарк болып табылады, ал бізде Карл Линнейдің еңбегі ол бинарлы номенклатураны пайдаланды. Ал мына жақтағы эволюцияның негізін қалаған Чарльз Дарвин деген кісі. Кеттік. Өсу гормоны және фосфаттар мен кальций иондарының алмасуын реттейтін гормондар қандай гормондар болып табылады? Рецепторлық, қорғаныштық, паратироидты, фибриальдық, глобулалық деп жазып кеткен екен. Бұл бізде өсу гормондар мен фосфаттардың кальций иондарының алмасуын реттейтін бізде ол рецепторлық гормондар болып табылады. Кеттік. Келесі бізде 8-ші сұрағымыз: жыныс жасушаларының түзілуі. Филогенез, гаметогенез, онтогенез, партеногенез, кариотинез. Бізде жыныс жасушаларының түзілуі гаметогенез. Кеттік. 9-ші сұрақ. 1901 жылы Хуго де Фриздің жариялаған теориясы қалай аталады? Мутациялық кариотинизм, абиогенезді эволюциялық жасушалық. Бұл бізде Хуго де Фриз болатын болса, мутациялық деп белгілейсіздер. Көздің инфекциялық ауруы. Тырысқақ, сіріспе, бруцеллез, ботулизм, конъюнктивит. Көздің инфекциялық ауруы конъюнктивит болып табылады. Бірінші трофикалық деңгейді құрайтын ағзалар ол бірінші деңгейде болса продуцент, екінші деңгей консумент, редуцент деген секілді. Значит, бірінші болса ол продуцент, шөпқоректілермен қоректенетін ағзаларды жатқызамыз. Келесі. Фотосинтездің қараңғы кезеңінің соңғы бөлімі қалай аталады? Көмірсу деп аталады. 14-ші сұрағымызды талдайық. Эфференттік буынға кірмейтін мүше. Бұл қателеспесем 10-ші кластың кітабында немесе 9-ші кластың кітабында жазылған. Эфференттік буынға кірмейтін мүше ол тері бездері, бүйрек, ішек, жүрек, өкпе. Негізгі жауабы жүрек болып табылады. Тері бездері, бүйрек, ішек, өкпе дегендер жатпайды.
Кеттік бізде ДНК құрылысындағы азотты негіз қалай аталады? Рибоза, липид, сахароза, урацил. ДНК құрылысындағы азотты негіз тимин, ал бізде РНК-ның кімде урацил болып табылады. Кеттік бізде келесі сұрағымыз 15 болса, енді 16-шы сұрағымызды талдайық. Фотосинтез кезінде аралық өнім болатын моносахарид. Моносахаридтер: А. Галактоза, Б. Тетроза, С. Ксилоза, Д. Лактоза, Е. Триоза. Негізгі жауабымыз бізде моносахарид, бұл жерде тетроза болып табылады. Яғни жауабымыз Б деп белгілейміз. Аллельді гендер дейді. А жауабы А және Б. Б жауабы үлкен А және кішкентай А. С жауабында үлкен Б, үлкен С. Д жауабында үлкен А, үлкен С. Е жауабында Б және А. Негізгі дұрыс жауабымыз Б жауабы болып табылады. Б жауабында үлкен А және кішкентай Аны белгілейміз. Аллельді гендер. Бірінші қан тобының генотипі қандай? Бірінші қан тобының генотипі 0,0 немесе ОО деп жаттап алсаңыздар болады. Адам ағзасында АБО жүйесі бойынша қан топтарының саны қанша дейді? АБО бойынша адамның қан топтарының саны 4. Үшінші қан тобының гетерозиготалысы қалай? Үшінші қан тобының гетерозиготалысы ОО деген ол бірінші топ, Б дегеніміз ол үшінші топтың несі гомозиготалысы, ал гетерозиготалысы Б және О, значит жауабымыз С болып табылады. Кеттік, келесі сұрақ. Бір мезгілде екі заттың бір бағытта тасымалдану жолы: антипорт, атопласт, плазмолизм, пеноцитоз, симпорт. Бір мезгілде екі заттың бір бағытта тасымалдануы ол бізде симпорт деп аталады. Жолының қызметтері кеттік. Рефлекстік, реттегіш, өткізгіш, метаболизмдік, қорғаныш, ферменттік, қоректік, тірек. Жолының қызметі ол рефлекстік және өткізгіштік болып табылады. Түрдің таралу аймағын қарастыратын критерий қалай аталады? Физиологиялық, анологиялық, антогенетикалық, физикалық, химиялық, экологиялық және генетикалық дейді. Бізде түрдің таралу аймағы болса, ол экологиялық болып табылады. Келесі сұрағымыз минералды тыңайтқыштар. Минералды тыңайтқыштар және тағы да бір нәрсе деген тыңайтқыштар бар еді. Атын ұмытып қалдым. Бірақ бұл жерде минералды тыңайтқыштар десе біз химиядағы элементтерді белгілейміз: магний, калий, фосфор. Ал мына жақта А жауабында шымтезек, магний, құс саңырығы, қарашірік, қи, калий, компост және фосфор деп жазып кеткен екен. Минералды тыңайтқыштар болғаннан кейін бұл жерде магний, калий, фосфорды белгілейміз. Қалған жауаптары басқа тыңайтқыш түрлеріне жатады. Тұқым қуалайтын өзгергіштіктер қалай аталады? Симбиоз, кооперация, генетика, үйлесімдік, нейтрализм, мутуализм. Бұл жерде біз көп жауапты сұрақтарды қарастырып жатырмыз. Тұқым қуалайтын өзгергіштік, үйлесімдік және мутациялық дегенді жауаптарды белгілейміз. Нефронның құрылысы: май бездері, дендрит талшығы, альвеолалар, аксон өсіндісі, генли ілмегі, бумен капсуласы, бұлшық еттер, бүрлер. Нефронның құрылысында бізде нелер бар еді? Ең бірінші фотосын ойыңызға алатындай деңгейде ол тақырыпты жеке меңгеріп алыңыздар, сол кезде сразу ойыңызға келеді. Нефронның құрылысы дегенде оның былай ұзыннан келген генли ілмегі бар және де бумен капсуласында жерде домалақ бір өзінің капсуласы бар. Сразу сол жауаптарды белгілейсіздер. Сол себепті осы нефронның құрылысына тақырыбын өте жақсы түсініп, фотосын көз алдыңызға елестетуді үйреніп алыңыз. Келесі, бірыңғай салалы бұлшық еттерде орналасқан холинорецепторлар. Бірыңғай салалы бұлшық еттерде дейтін болса, М3-ді белгілейсіздер. Бұл жерде өте қатты шатасатын сұрақ. Бұл 10-11 кластың тақырыптарында бар. Жақсылап меңгеріп алыңыздар. Бұл сұрақта нағыз ұбт-да келген сұрақтардың бірі. Ұрық жапырақшасының ішкі қабаты энтодермадан түзіледі. Сіңір, өкпе, май бездері, тері бездері, бұлшық ет, ішек және шеміршек буын дейді.
Урық жапырақшасының ішкі қабатында эндодермада түзіледі, өкпе және ішек. Кеттік, ДНК молекуласындағы комбинация нәтижесінде R қателігі. Бұл R қателігі деген кезде только R әрпінен басталатын заттарды белгілейсіздер. Репарация, мына жақта тұрған репликация, рекомбинация деген сөздерді белгілейсіздер, сол кезде жауабы бітті. Қалғандары ол жерге келмейтін. Трансляция, трансплантация, транскрипция деген секілді сөздер бар, оларды белгілемейсіздер. R қателігі только R деп жаттап алсаңыздар болады. Рибонуклеин қышқылына тән сипаттамалар бір тізбекті болады. Құрамына рибоза кіреді. Рибонуклеин қышқылында себебі тимин азоттық негізі болады болса, ол ДНК-ға кетеді. Наркоз синтезіне қатысады, репликация тән, дезоксирибонуклеотидтері бар деген секілді ол ДНК-ға сәйкес келетін ақпараттар, генетикалық ақпаратты сақтайды деген секілді жауаптар келмейді. Бұл жерде бір тізбекті болады, құрамына рибоза кіреді деген жауапты белгілейсіз. Тірі ағзалардың қоршаған орта жағдайына қарай тірі қалу мүмкіндігін арттыратын қасиеті, ол бізде тірі қалу үшін ағза ол жерге бейімделу керек. Сол кезде ол ағза ары қарай өмір сүре алады. Сол себепті бұның жауабы бейімделгіштік деген жауапты белгілейсіздер. Биология негізі былай қарасаң өте оңай. Оны логикалық түрде ойлап, және де оны түсініп алсаң, биология өте оңай. Бірақ әрине өте қиын терминдері бар, оны жақсылап түсініп алу керек. Кеттік, жапырақтағы транспирация үдерісі. Жапырақтағы транспирация бұл өте оңай сұрақ, ол судың булануы. Суды буландыру деген жауапты белгілейсіз. Ауа жылытып тазартатын тыныс алу жолы. Жұтқыншақ. Өздеріңіз білетіндей, жоғарғы дәрежелі аэробты төзімділікке ие. Ол біздегі тонустық бұлшық еттеріміз, еттердің талшықтары жоғары дәрежелі аэробты тыныс алуға төзімділікке ие болып келеді. Кеттік, бұлшық ет талшықтарының құрамындағы жиырылу аппараты миофибриллалар деп аталады. Аса жақсы бейімделген түрлердің тірі қалуы ол бізде табиғи сұрыпталу болып табылады. Наркоздардың риттік құрамының бұзылуы ол денатурация. Оқушылар бізбен болғандарыңызға көп рахмет. Видеоны лайк басып достарыңызға жіберуді ұмытпаңыздар. Бұл видеоның жалғасы келесі сабақта шығатын болады. Нақты үлгергенімізше бір 25 сұрақтай талдадық. Қалғанын келесі видеода салатын боламыз. Видеоны лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Бізбен бірге болғандарыңызға көп рахмет. Келесі жүздескенше қош сау болыңыздар.